Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 2 сыныптың әдебиетті оқу сабағы, 57-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 1-ші тапсырмадан 4-ші тапсырмаға дейін бірге орындайтын боламыз. Құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сабақтың тақырыбы дененің саулығын сақтау үшін. Торкөздерден мақал-мәтелді оқы. Қандай мақал-мәтел шықты? Мағынасын өз сөзіңмен түсіндір дейді. Бұл жердегі мақал-мәтел судың да сұрауы бар деген мақал шықты. Яғни бұл мақалдың мағынасы, яғни су көп екен, су бітпейді екен деп суды ысыраптауымызға болмайды. Судың да сұрауы бар. Яғни кейбір адамдар, кейбір жерлерде судың аздығы, тапшылығы бізде білініп жатады. Сондықтан суды таза ұстауымыз керек және оны үнемдеуге үлесімізді қосуымыз керек. 1-ші тапсырма, мәтінді түсініп оқы дейді. Жылы мезгілде суға көбірек шомыл. Ең артығы күннің шуағынан жылынған суға түсу. Шомылуға қолайлы уақыт сәске мен түстен кейінгі уақыт. Тал түсте күн қызып тұрғанда суға түспе. Шомылардың алдында жалаңаш отырма, терлейсің. Тамақтың соңынан тоқ қарынға суға түспе. Қызып, терлеп тұрып суға түспе. Әуелі қызуыңды басып, теріңді кептір. Терлеген дене жылдам салқындайды, суық тез тиеді. Шешінген соң басыңды сула да суға түс. Суға жүгіріп келіп, қарғып, секіріп түспе. Суға кетіп қалуы мүмкін. Су ішінде 10-20 минуттан артық болма. Дірілдей бастасаң, тезірек судан шық. Судан шықсымен әуелі денеңді сүртіп құрғат. Киініп алған соң жылынғанша қыдыр. Жылы, тынық күні судан шыққан соң біраз жалаңаш отыр. Үстіңе күн тиіп, тұла бойыңды жел қақсын. Әлсіз аурудан жаңа айыққан адамға тымық, жылы күні ғана суға түсуге болады. Суға түсу шарттарын әбден ұғып ал. Осы шарттарды елемегендіктен адам баласы түрлі бақытсыз оқиғаларға душар болады. Міржақып Дулатұлының әңгімесі екен. Мәтіннің жалғасын мұқият тыңда дейді. Мәтіннің жалғасын біздер QR-дан тыңдауымызға болады, немесе мен сіздерге оқып берейін. Жуынғанда тұла бойдағы кір кетеді. Терінің бітеліп қалған тесіктер ашылады. Адамның терісі көнпісті болып жарайды. Сондықтан жиірек жуын. Жылы суда кір жылдамырақ ериді. Сабын жылдамырақ көпіреді. Салқын судан гөрі жылы су денедегі кірді жылдамырақ кетіреді. Өте жылы су, әсіресе күнде жуынғанда адамның қанын тасытып, денесін босатып, нәзіктендіріп жібереді. Бұл есінде болсын. Жылы суға моншаға түскеннен кейін денеңді жаймен бірте-бірте салқындатып, суықтан сақтан. Шомылып шыққаннан кейін үстіңді таза орамалмен, сүлгі жаймамен әбден сүртіп құрғат. Мәтінді тыңдадыңыздар. Енді суға тәуліктің қай мезгілінде шомылған дұрыс дейді. Яғни суға сәске мен түстен кейінгі уақытта шомылған дұрыс деді. Суға түсу ережелерін неге мұқият білу керек? Себебі суға түсу ережелерін білсек, бақытсыз оқиғаларға душар болмаймыз. Қандай су адам денесіне жағымды әсер етеді? Жылы су адам денесіне жағымды әсер етеді екен. Суға шомылудың пайдасы мен ережелерін мәтіннен тауып айтып беріңдер балалар. Бұл ережелер мәтінде айтылды. Енді түсіндірме сөздікке қарайық. Айыққан. Бұл жерде тәуір болған, сауыққан деген. Көнпісті, көнбіс. Бұл жерде төзімді, шыдамды деген білдіреді екен. Нәзіктендіру. Бұл жерде жұмсартып, босаңсытып деген мағынада екен. Енді келесі тапсырмаға көшейік. 2-ші тапсырмада мәтіннің жалғасын мұқият тыңдады. Біз QR-дан тыңдадық, түсіндірме сөздік тапсырмаларын орындадық. 3-ші тапсырмада судың пайдасы туралы не білдің дейді. Әңгімелеп бер. Су адам денсаулығына өте пайдалы. Суға түсу арқылы ағзамыз, теріміз тазарады екен. Енді келесі 4-ші тапсырмаға қарайық.
Жұмыс дәптеріне орында. Орнына ауысқан әріптерден сөздер құрап жаз. Нәзік, көнпісті, шомылу, тамақ деген сөз шықты. Енді екінші тапсырмада судың пайдасы туралы топтастыру жаса дейді. Су, яғни теріні тазартады, мидың жұмысын жақсартады, тері ауруларынан сақтайды, салмақты арылтады, денені жарақаттанудан қорғайды, шөл қандырады, ағзаны тазалайды екен. Ендеше біздер бүгінгі тақырыптардағы тапсырмалардың барлығын орындап шықтық. Сіздерге деннің саулығын сақтау үшін мәтіндегі Міржақып Дулатовтың әңгімесі түсінікті әрі көптеген мәлімет алдыңыздар деп ойлаймын. Құрметті оқырмандар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.